Қайырлы күн. Бүгін сіздермен номер 491 есепті талқылайтын боламыз. Егер де бізде салыстыру, есептеме салыстыруды орында дейді. Егер де бізде санның өзінде ғана дәреже тұратын болса, демек мынау дәрежеміз тек қана санға тиісті деген сөз, яғни 4-ке ғана тиісті. Ал егер біздің дәрежеміз жақшаның сыртында тұрса, демек бұл дәреже санға да және таңбаға да тиісті деген сөз. Енді осыларды пайдалана отырып, мына есептерді орындайық. Бірінші минус 4 квадрат. Минус 4-тің квадраты. Яғни минус 4-тің квадраты сосын. Бұл жерде квадрат 4-ке ғана тиісті болғандықтан, бұл жерде минустың өзі сақталады. Минус 3-тің квадраты, яғни 3-ке ғана тиісті болғандықтан, минус сақталады. Енді қараңыз, мұнда 2 жұп дәреже. Егер жұп дәреже болатын болса, онда теріс санымыз міндетті түрде оң сан болып кетеді. Ал егер дәрежеміз тақ сан болатын болса, онда біздің теріс санымыз сол теріс сан күйінде қалады. Бізде 2 жұп сан болғандықтан дәрежеміз жұп. Демек, оң санға айналып кетеді. Және мұнда да жұп сан, онда оң санға айналады. 2 минус бізде плюсті береді. Және мұндағы плюсті береді. Демек, мұндан оң сан шығып тұр. Оң сан әрдайым 0-ден үлкен болады. Екінші есепте минус 5, минус 3, минус 1, 0, 1, 3, 5-тің көбейтіндісі. Енді қарайтын болсақ, бұл жерде 0 бар. 0-ді қанша санға көбейтсең де, нәтижесі 0 шығады. 0 шығады. Демек, мұнан 0 шығады, 0-ді 0-ге көбейтке, 0 мен 0 салыстырғанда тең болады. Үшінші, минус 3 тұр. Демек, мұнда минус 1-дің 3 дәрежесі тұр. Мұнда 3 тақ сан болып тұр. Екеуіне де таңбаға да санға да тиісті болғандықтан, онда тақ санның дәрежесі, теріс санның дәрежесі тақ болғанда, бізде әрдайым теріс сан сақталады. Минус болады, мұнда да солай минус болады, және минус барлығы 3 дәреже болғанда минус. Енді қараңыз, минус пен минус плюсті береді. Минус пен минус плюсті береді. Оған минусты береді. Оған плюсті береді, минусты береді. Немесе бұлай ғана қарауға болады. 2 минус бізде, мұна екеуі бізде нені береді? Плюсті береді. Мұна екеуі бізде плюсті береді. Не қалып қалды енді бізде? Жай ғана минустың өзі қалды. Теріс сан әрдайым 0-ден кіші болады. Енді мұнда қараңыз, минус 1-дің көбейтінділері тұр, бірақ неше рет көбейтетін жазбаған. Енді бұл жерде де соны қарастырамыз. Бұл жерде демек бізге белгісіз минус 1-дің n дәрежесі болып тұр ғой. Егер n тақ сан болатын болса, дәрежеміз, яғни тақ сан ретінде көбейтілетін болса, онда бұл минус сақталады да, ол 0-ден кіші болады. Ал егер n-іміз бізде жұп сан болатын болса, жұп санның теріс саннан жұп дәреже болатын болса, онда бізде әрдайым оң сан шығады. Ондай болатын болса, ол 0-ден үлкен болады деп 2 жағдайды қарастырып берсеңіздер болады.